Бәріне сәлем. Бұл менің президент ретіндегі бүгін өткізіп жатқан сендерге соңғы жиыным. Бір жағынан қуанышты әрине, бір жағынан өкінішті. Себебі менің 3 жыл бойы осы клубқа келгелі бері көптеген естеліктерім, студенттік шағымның ең жарқын сәттері осы клубта өткен болатын. Клуб үшін үлкен алғыс білдірем, осылай осы жылдар бойы жанымда болып, бірақ кетейін де жатқан жоқпын. Келесі жылдарда сендермен бірге боламын, магистратураға бұйырса түссем сендермен бірге боламын. Бірақ та президент ретіндегі осындай бір біздің трепаштардың атынан, аға буындарының атынан жасаған видеомызды, ақыл өсиеттерімізді, іштегі сезімдерімізді қабыл алсаңыздар деген ойдамын. Жалпы дебат мен үшін тек қана мысалға пікірсайыспен айналысу, өзінің ойынды дәлелдеу, өзінің көзқарасын дәлелдеу емес. Бұл мен үшін үлкен орта, үлкен достар табу болды. Себебі менің алғашқы келгендегі клубқа келгендегі ең алғашқы жоспарым осы дебаттан жеңу емес, бір ортақ қалыптастыру, өзімнің орнымды табу секілді мәселелер болған. Және де мен бұл жоспарымды орындай алдым деген ойдамын. Себебі тіпті президент атанғанда мен өзімнің жетістігімді емес, клубым жетістіктерін үнемі ойлап жүретін. Тіпті дебатта жеңу мен үшін маңызды емес, осы клубымды турнирларға бару, қалаларды көрсету, осы ортамен белгілі бір естеліктерді қалыптастыру мен үшін үлкен жетістік болған. Және де бұл жетістігім мен үшін өзімнің ішкі эгомды қанағаттандыра алды деп ойлаймын. Және де менің алдымда бір кездер таңдау болған 2-ші курстың соңында ата-анам Алматыға көшкен кезде. Мен либо Алматыға көшем, ата-анаммен отбасыммен бірге тұрам, және де сол жерде жақсы университетте білім алам, немесе осында қалып, осы дебат клубында қалам деген таңдау болған кезде мен ойланбастан жылап жүріп, ата-анамды көндіріп, өкіріп, айғайласып осы дебат таңдаған болатын. Сол үшін де осы қалада қалуыма, осы университетте оқуымның ең алғашқы себебі осы сендер болғансыңдар. Сондықтан да мен сендерді қатты қастерлеймін. Ең жүрегіме жақын адамдардың бірі осы клубта пайда болды, және де қазіргі күнде жанымда болып келеді. Және де келесі президентке, бізден кейінгі буынға айтарым, осындай аға буындарың секілді атмосфераны ешқашан жоғалтпаңдар. Белгілікті бір тұрғыда сендерде бізге қарағанда басқаша атмосфера болуы мүмкін, ішкі қақтығыстар болуы мүмкін, бірақ та бұл проблема емес. Главное, что сендер осы клубтасыңдар, осы клубтың ісін жалғастырушысыңдар, және де біздің артымыздан қуған жас буындар поколение ретінде сендер осы клубты дамыту керексіңдер. Сондықтан да сырттан келетін бір себептерге, немесе ішкі себептерге назар аудармаларыңды сұраймын. Неге? Себебі клуб болған соң түрлі жағдайлар болады, ішкі қақтығыстар болады, белгілі мәселелер туындайды. Бірақ та сендер осындай бір аға буындарын еске алып, клубтың қалай еламан ағаларын еске алып, клубтың қалай қиындықпен ашылғанын, сендердің алдарында біздің поколение, именно 3-ші курстар көптеген қиындықтарды көрді. Сондықтан да осы қиындықтарды біз ескеріп, сендерге жақсы болашақ қалыптастырады деген ойдамыз. Және де 4-ші курста сендермен бірге міндетті түрде боламыз. Келесі президентке сәттілік тілеймін. Ешқашанда мойыма клубқа өзіңнің барыңды сал, клубты үнемі жақсы көріп отыр. Және де негізі мен именно осы шың дебат клубының шыңдардан көрінетініне сендім. Неге? Себебі біз уже респа істедік, ең алғашқы жетістігіміз. Сол респадан кейін бізді көптеген қалалар тани бастады, бізді уже мойындай бастады деп айтамын. Дойын қол шаршады. Пока бәріне сәлем. 3-ші курс ретінде, аға буын ретінде осы соңғы жиындардың бірі. Сондықтан осы алда айтатын сөздерім, ақыл кеңестерім барлығын сендер ойларына тиіп аласыңдар деген ойға сенем. Негізі дебат мен үшін не деген сұрақпен жиі өзімді жейтінмін. Өйткені әрқашан осы сұрақ мен мазалайтын. Дебатқа мен не үшін келдім, қандай мақсатта келдім деген сияқты. Дебат ең алдымен осы сұрақты осы 3 жылда мен жауап алдым деген ойға сенем. Өйткені мен үшін дебат қазіргі таңда осы бірге жүретін, бірге қайғыда жүретін, қуансаң да бірге жүретін достарының жақындағы тимейтінің болуы. Осы дебат клубының, особенно біздің клубтың ішіндегі қарама-қатынас,
вырежете. Осы біздің, тем более біздің дебат клубының ішіндегі достық, ол мен үшін ең маңызды деп ойлаймын. Өйткені дебатқа келгенде осы достықтың арқасында келдім, осы жылы сезімнің арқасында келдім, және осы жылы сезімнің әрқашанда сені қолдайтын сезімнің арқасында әлі күнге дейін дебаттың мүшесі болып есептелемін. Болашаққа сендерге айтар сөзім, кеңесім, ешқашан ұрыспаңдар, бір-біріне қырылып жатсаңдар да, жеуге дайын болсаңдар да, әрқашанда компромисс табуға тырысыңдар. Өйткені сендер келесі буын, келесі сендерден кейін келетін буынға кірпіш боласыздар. Осы кірпіштің арқасында үлкен шын атты замок салып жатырмыз, иә. Осы замоктың қирамауыз күші ретінде, қорғанысы ретінде сендер боласыздар. Не айтсам болады? Негізі осы клубпен өте көп естеліктер бар. Бұл естеліктердің барлығын айтып, оларды санап жүре алмайсың. Өйткені олар слишком көп. Бірақ ең есте қалған сәттердің бірі ол бірінші брейктан өткенім. Құласам да әлі күнге дейін қуаныштымын. Даже мен телеграмдағы избранныйға сақтап қойғам ол фотоны брейктан өткен. Сосын ең бірінші респам. Респадан құладық, конкретно құладық, шайдық. Бірақ оған қарамастан, дебаттағы жеңіліске қарамастан, ол кездегі өзінде анандай жейтін ойлар болады, давление болады, бірақ оған қарамастан біз әлі күнге дейін осындамыз, қатарларымыздамыз, қастарындамыз. И айтатыным, болашаққа жеткізгім келетін ой, қандай қиындық болмаса да әрқашан бір-біріңді қолдап жүріңдер. Осы біздің клубтың ең негізгі қасиеті деп есептеймін. Рахмет. Анау ағашты көріп тұрсыңдар ма? Біз сол ағаштың тамырларымыз, сендер бұтақтарысыңдар және жапырақтарысыңдар. Жалпы біз осы клубтың тамырларын тереңге жаюға талпынғанбыз. Енді сіздер оны биікке қарай өсіп, осы университетте ары қарай көрсетуге талпынасыңдар деп кәміл сенем. Және де біз сендерге әрқашанда өз мнениямызды не навязываем, бірақ сұраған кезде әрқашанда ақыл кеңесімізді беруге дайын екенімізді, және де бізде жоқ болған қолдауды сіздерге көрсетуге талпынатынымызды көріп жатқан шығарсыңдар. Және де қазір мысалы 4-ші курс болғаннан кейін көп дебатқа келе бермейтініміз де болса, бірақ та әр уақытта сендер үшін ашық екендерімізді білулерің керексіңдер. Және де жалпы бұл дебат мен үшін отбасы екендігін, және де сен отбасының жарқын болашағы үшін көп нәрсе жасайтыныңды, және де әр адамы бірге дамып, бірге өсіп, мүмкін сендер кубок алмайсыңдар, жетістікке жетпейсіңдер, бірақ та сендер ішінен дамисыңдар. Дорин көзқарасы жаман болды, осыдан кубок алмаңдар деп. Жалпы айтқым келгені осы, әр уақытта да шыдамды болыңдар. Дебат ол орта, және де сол ортаны өздерің қалыптастырасыңдар. Өздерің қалай оны бір-бірін құрметтесеңдер де, сендер өздеріңді бір-біріншіден құрметтеп, кейін басқа адамдарға да сол құрметті көрсетсеңдер, ортамыз күшті болады деп үміттенем. Осы сыйластықты ары қарай жалғастырасыңдар деп ойлаймын. Сәлем бәріңе, сендермен мен Аяжан және Дариға. Біз сендерге сенеміз. Келсем. Сәлем бәріңе, сендермен мен Аяжан және Дариға. Біз сендерге сенеміз. Екіншісінде, біздер негізінде бұл видеоның мақсатына келетін болсақ, біздер не только сіздерге бір белгілі бір мотивацияларыңызды ашатын, немесе осы шыңға деген махаббатымызды көрсетіп қана қоймай, және де келесі жылдары сіздер осы шың клубының негізі болатындарыңызға. Біздер 4-ші курста сабақтармен жүрміз мүмкін, өзіміздің шаруаларымызбен болуы мүмкін. И скорее всего біздер турнирларда көп боламыз, бірақ шыңның негізін қалап қалатын тек қана сіздер болғандықтан сіздерге өзіміздің ақылымызды айтқымыз келді. Ешқашан сынбаңдар. 3-ші, 4-ші ранг алсаңдар да ол сендердің әлсіз екендеріңді, сендердің онша емес екендерін білдірмейді. Ол төрешінің әділетсіз екенін білдіреді. 3-ші ақыл кеңес: ең басты бір-бірлеріне қамқор болыңдар, бір-бірлеріңді сыйлаңдар. Шыңның болашағы сендер екендігі, Қазақстанның болашағы жастар болса, шыңның болашағы сендер екендіктеріңді ұмытпаңдар. Және шың мен үшін не? Осы сұраққа жауап берейікші. Шың отбасы.
шың мен үшін ағылшын тіліндегі home деген сөзбен байланысты. Себебі ағылшында екі түрлі үй деген мағынаны екі сөз білдіреді. Home және house. House ол жай ғана бір қандай да бір орынды білдірсе, зданияны білдірсе, ал home ол сол бір ол лашық болса да, ол басқа болса да, ол сені сол жерде өзіңді үйдегідей, өзіңді махаббатқа толы, өзіңді, үйдегідей сезінетін орныңды home деп айтасың. Сондықтан шың ол менің үйім, ол менің хоумым. Және мен осы 3-ші курста, 2-ші курстың соңында әрдайым дебаттан кетсем екен, дебатта мен өзімді онша емес сезініп кеттім. Как будто дебат ол менікі емес секілді болды. Сол кезде мен әрдайым дебаттан кеткім келсе де, шыңнан кетуді ешқашан қаламағанмын. Бәріне сәлем. Жалпы пікірсайыс менің өмірімнің ең маңызды бөлшектерінің бірі, ең қымбат бөлшектерінің бірі. Және де осы біздің клуб шыңды ойлағанда, менің есіме тек қана жылы естеліктер, керемет сондай жылы сәттер есіме түседі. Және де пікірсайыс мен үшін ол тек қана пікір алмасу, дебат қана емес, мен үшін пікірсайыс ол достық. Неге? Себебі мен осы пікірсайыста жүрген кезде өмірімдегі ең жақын, өмірімдегі ең қымбат достарды таптым, ең бағалы достарды таптым. Және де сендерге де сол нәрсені тілеймін. Осы біздің клубтың арқасында өмірлеріңде бір-бірлеріңе өмірде де көмектесіп жүретін бағалы достар табуларыңа тілектеспін. Жалпы осы солтүстікке Манаш Қозыбаев университетіне түскен кезде менің өмірімнің ең қиын сәттері мен басымнан өтті. Өткен ата-анамнан алыспын, достарымнан алыспын, өзім танымайтын, мүлдем келмеген өңірге келдім. Және де өте қатты күйзеліске толы күндер басымнан өтті. Бірақ та мені сол жалғыздықтан, күйзелістен арылтқан орта осы шың болды. Шың менің екінші отбасымда, екінші жылы ұямдай болды мен үшін. Және де сол жаңағы қиын сәттерден мен осы шың дебат клубына қосылу арқылы арылдым. Жалпы мен келгенде біздің клуб онша дамымаған, тек қана біз сол Алуа, Ажара болды, Еламан болды. Сол кезде менің осы клубта қалған себебім, мен клубтың жарқын болашағына сендім. Менде сондай іштей сондай сезім болды. Осы шың клубы болашақта дамитын сияқты деп, болашақ жарқын болатын секілді деген сезім болды. Сол үшін мен клуб онша дамымаған болса да клубта қалдым. Сосын до конца 3-ші курсқа дейін, 4-ші курсқа дейін қалам деген шешімді қабылдадым. Сол үшін де осы клубта ары қарай жалғастырып келе жатырмын. Сол себептен де сіздер де клубтың болашағына, өздеріңіздің дебаттағы болашақтарыңызға міндетті түрде сеніңіздер. Және де мен осы 3-ші курста жалпы тренер қызметін атқардым. Және де өзімнің дебатта тәжірибем көп болмаса да барынша жақсы сапалы тренингтер өткізуге тырыстым. Неге? Себебі менің басты мақсатым біздің клубта жас буындарды дебат тұрғысынан дамыту болды. Және сіздердің жеткен кішігірім болсын жетістіктеріңіз, біздің қарапайым жиынның өзінде 1-ші, 2-ші ранг алғандарыңыз мен үшін іште өте қатты маған қуаныш сыйлайтын, маған өте қатты бақыт сыйлайтын. Өйткені сіздердің дебатта дамығандарыңыз мен үшін өте қатты маңызды болды. Бірақ айтқым келетін нәрсе, дебат ол жарыс болғаннан кейін міндетті түрде жеңілістер болады, өте көп жеңілістер болады, бірақ сіздер ешқашанда мойымаңыздар, себебі өмір ол жеңілістер мен жеңілістерден тұрады. Сіздерге жеңіс тек қана тәжірибе арқылы келеді. Ең бастысы өздеріңізге сеніңіздер, және де өздеріңізді осы дебат пікірсайыс тұрғысынан дамытуға тырысыңыздар. Сіздер қаншалықты осы дебатпен көп айналысқан сайын, ойларыңыздың барлығын дебатқа аударған сайын, соншалықты дамисыздар, соншалықты сіздердің скиллдарыңыз дами түседі. Сол себептен де ешқашан мойымаңыздар. Және де менің айтқым келетіні, дебат шың пікірсайыс клубы сіздерге ең ойлаған кезде ең жылы орта ретінде, ең сүйікті жерлеріңіз ретінде естеріңізге түсін. Мен сіздердің шыңмен әлі талай шыңдарды бағындыратындарыңызға сенемін. Мен осы барлық айтқан ақыл кеңестеріне, буындастарымның сендерге айтқан мотивацияларына барлығына келсем, сендер ары қарай дамып, жетіліп жүре беріңдер. Үнемі қозғалыста болыңдар, үнемі даму үстінде болыңдар, сонда ғана жетістікке жетесіңдер. Біз сендерге сенеміз. Біздің
біз сендерді қолдаймыз үнемі. Біз үшін сендер әрдайым бірінші орында жеңімпазсыңдар. Біз үшін үнемі біздің шынның клубтың жүрегісіңдер. Сендер әрқайсыларың, сендердің берген мотивацияларың да, сендердің берген қолдауларың да, сендердің берген әрбір прикол ұстаған әзілдерің де бізге бәрі өтеді, және де осының арқасында біздің клубымыз тіріліп жатыр. Сол үшін сендерге өте қатты алғысым шексіз, және де сендердің болғандарыңның арқасында біз де бармыз, біз де әрі қарай бола береміз. Және де осы келесі жылға деген нық қадаммен, келесі жылға деген нық бір мақсат сенімдерің болсын. Біз сендерге үнемі поддержка береміз, және де сол біз сендермен біргеміз. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. Безнекін екенімізді сұраса, біз саған жауап береміз.